Сәлем әлем, алдында болған тікелей эфирде ұятқа қалған деген видео сізге өте қатты ұнағаны сияқты ғой. Сондықтан мен тағы да бір осындай видео дайындадым. Ендеше жайғасып отырыңдар, күлуге әзірленіңдер. Бастайық. Ауа райын болжандап тұрғанда үнемі бірдеңе болады да тұрады. Мысалы, осы жолы Microsoft компьютердегі жүйені жаңартуды ұсынды. Ал осы жүргізуші жігіт сәтсіз жерге тұрды, немесе сәтті. Ал осы жерде жүргізушінің көйлегі арттағы жасыл хромакейдің түсімен бірдей болды. Сондықтан мөлдір болып көрінді. Көмекшілердің бірі жағдайды дұрыстайын деп бешпетін жүргізушінің үстіне кигізді. Осы видеода да тап сондай жағдай орын алды. Жүргізуші ыңғайсыз жағдайды түсініп, артқы фоннан әрі тұрып, алыстан қолын созып эфирді жүргізді. Ал мұнда эфир жүргізетін компьютерлік бағдарлама ақуал болды. Жүргізуші экранда толып кетті. Мұнда ауа райы болжамының жүргізушісі біртүрлі пішінді бұлтқа тап болды. Осыны көріп күлкісін ұстай алмады. Оның серіктестері де күлді. Жүргізуші ақылды бетімен шығып бара жатып туфлиінен айырылды. Эфирдің қонақтары үнемі құлап жатады. Ал осы тікелей эфирде тілшіні машина итерді. Ал осында тілші саспай, жүріп кеткен машинаны тоқтатып, жол апаттың алдын алды. Тілші жұмысына тым кіріп кеткені соншалық микрофон мен тамақты шатастырып алыпты. Алдыңғы видеоларда мен сіздерге жолдың бойында тұрып репортаж жүргізсе не болатындығын көрсетіп едім. Ал енді мені тағы да көріңдер. Тілшілер бір-бірінің қателіктерін қайталай береді екен. Кейде тілшінің артында болып жатқан жағдай, тілшінің сөйлеп жатқанынан да қызықты. Кейде тілшілер адамның жынының шегін білмей жалықтырады. Кейде тілшілер де жынды болады. Тілшілердің ең басты жауы жел. Ал осында жай күлкілі жағдай. Тілшілер тікелей эфирде жиі естерінен талып қалып жатады. Оған себебі белгісіз. Мүмкін оларды ел көріп жатқанына уайымдайды, немесе көп жұмыс істеп қойса керек. Осы тілшінің репортажы не керек, артында андай қызықты оқиға болып жатса. Алдыңғы видеоларда мен айтып едім, тілшілердің сәтсіз жолдары олар артында не болып жатқанына алаңдамайтынының кесірі деп. Эфир болып жатқанда шошқалар туралы әңгіме қозғалды. Сонда монтаж жасайтын адам тікелей эфирде шошқаның тұмсығын тілшінің бетіне жапсырды. Оператор ыңғайсыз жағдайды түсіне отырып, камераны жаға қарай қозғады. Бірақ сол кезде фото алынып тасталды. Кейде жүргізушілердің мұрындарынан су ағады. Бірақ олар бұны үнемі сезе бермейді. Осымен болды достар. Мен сіздерге тағы да басқа тікелей эфирде ұятқа қалған сәттерді көруді ұсынамын.